менде 9 минус 9 единица дейді. Бұл заявка алғанда алып отыратын кошелек болшы мынау айтқанда. Мынау 2220 ол картада тұрады екен. Ал енді мен заявка алайын десем, мысалы мынаны. Міне осылай ғой. Көрдіңіз бе, алынбайды. Мына жерде өзі заявкаға алына береді, мына жерде тұра береді қозғалмай. Керек кезінде ала бересің осылай. Осылай аудара саласың ғой, короче. Басамыз, еще 0% перевести, подтвердить дейсің. Болды. Ал енді клиентке барасың, келдің, клиент отмена берсе, онда оплата карта болмай наличка болып тұрса, 300 теңге сообщение келеді, 300 теңге ол келесі жолы заказ берген кезде оплата картамен бергізеді. Соң 300 теңгесін алып береді. Яндекс сияқты бір жерде емес, бөлек-бөлек тұрады. Көріп отырасың бәрін. Бұйырса енді мен тағы бір күндіктің қазір салам. Одан кейін семейге қайтамыз. Біз жеткен жетістікте